Әй, мен әншімін. Әнімді айтып жүре білмеймін ба медалімді тағып алып? Нем бар мен сендердің елдердің мәселесінде? Оны шешетін адамдар бар. Мен спортсменмін. Сіз спортпен айналыспаймын ба? Жаттықтыруда мен қолым бос емес. Елдің мәселесімен мен басымды қаттырмаңдар. Мен блогермін. Мен блогерствомен айналыспаймын ба өнімді сатып? Неге маған айта бересіңдер өздерінің шаруаларыңды? Оның президентке, министрлер, депутаттар, әкімдер шешеді ғой, соларға айтсаңдаршы деп. Осындай әңгімені қозғап жүрген бауырлар бар. Мен айтайын сендерге. Иә, негізі дұрыс қой, бірақ сен адамсың. Осы өмірге келген. Және сен осы қоғамның мүшесісің. Түсініп отырсың ба? Сен айтасың, депутаттар шешеді деп. Кеше елдің арасында жүрген Ринат Зайтов ана жаққа депутат болғаннан кейін Шерзаттың мәселесін білмей отыр ғой. Кеше сұрақ қойған кезде көрдіңдер ғой? Білмейді екен. Есіме, солай болып па? Бізде елде деген ондай өлімдер көп қой. Мысалы, семейде де мысалы, жала салады. Көп қой деп, болды. Ол проблема шешілмейтін проблема деген сияқты. Сен айтпасаң, анау магазинде, түсініп отырсың ба, олар үзіледі. Халықтың арасында жүрген кезде басқа әңгіме айтады да, халықтан кеткен кезде парламент басқа жаққа кеткен, халық үзіледі. Жіп үзіледі да, мына жерде не болып жатыр нәрсені білмейді олар, естімейді да. Соны сен адам ретінде, қоғам мүшесі ретінде айтуың керексің. Нан қымбаттап жатыр, зарплата қайда, әкім неге айтып отырсың? 400 мың средний зарплата деп. Құдай-ау, 200-250 мың қазір средний зарплата. Неге айтып айтасыңдар деп. Бензин қымбаттап жатыр, машина ол қымбаттап жатыр, бәрі қымбат, зарплата өспейді деп. Мысалы, осындай обязательно митингке шығу емес қой. Сен азамат ретінде айтуың парыз. Қашанға шейін сен мұнайшылардың, жаңағы шахтерлардың арқасында бүйтіп қалтайып жүре бересің? Олай болмайды. Әркім азамат болғаннан кейін осы жерде позициясын айту керек. Естірту керек ана жаққа қарай. Түсініп отырсыңдар ма? Осы жер бетінде басып жүрген қай мамандық болсын, полицейский болсын, министр болсын, депутат болсын, әншің болсын, басқасы болсын, халықтың жағдайы жақсармай, сендердің жағдайларың жақсармайды. Осыны қылыңдар, ол цепочке, халық қой налогтан ақшаны төлейдің, сен зарплатаңды өсіретін. Халықтың жағдайы жаман болса, криминал болады. Мошенниктер көбейеді, полицейскийлер жұмыс мида ашатын шаруалар көбейеді. Халықтың жағдайы болса, ондай болмайды ғой. Бәрі тып-тыныш, бәрі рахат өмір сүреді. Халықтың жағдайы мүшкіл болатын болса, тойда болмайды. Бәрі кредитке батады. Ол саған жақсы ма арам ақша? Оларды кредитке батырып, солардың тойына барған. Ол да дұрыс емес. Халықтың жағдайы төмен болатын болса, медицинада да төмен болады. Түсініп отырсың ба? Халық өз-өзін емдей алатын жағдайда емес өйткені. Бәрі өлім көбейеді. Саны асыпайды қазақтың. Осының бәрі мен айта берем бе? Өлембейсіңдер ме осының барын? Мен түсінбеймін. Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Күні кеше ғана соттың шешіміменен Қаржабайдың қарындасы Бақыт елден шығарылатын болыпты. Сондай үкім шығарды сот. Бұған қалай қарайсыздар? Біріншіден, Бақыттың қолында қандас куәлігі бар. Бұл қазақ. Оны елден шығарғанда, қазақ елінен шығарғанда, ол қайда барады? Оның елі де, жері де қазақ тұрса, Қазақстан тұрса. Уақытылы өз жердің азаматтығын алмағанды ғана бар шығар. Оның үстіне осы жаққа келгеннен кейін туылған кішкентай баласы бар. Осы жақтың туылу, куәлігі, тағы басқа бір демесі деген сияқты. Сонымен қосып елден шығармақшы ма сонда? Ойланыңыздаршы, сонда біз қандай қоғамда жасап отырмыз өзі? Өз туысымызды, өз қандасымызды, өз қызымызды, өз қарындасымызды, өз бауырымызды, өзіміз бір жақын тартып бауырға баса алмасақ, сонда қалай болған? Сіздердің ойларыңыз қалай? Сөз қалтыра кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Келімсектер де жүр ғой Қазақстанда. Кәрісің бар, тәжігің бар, өзбегің бар, татарың бар, қырғызың бар, орысың бар, керек десең ана неше жүз мыңдап Алматыда Қытайларда жүр ғой. Келгеннен неше жыл болып қайтпай, сол жерде жатып алып тіршілігін сүріп жатқан Қытайлар бар ғой. Соларды не үшін елден шығарамыз? Соларға белгілі бір заң бар демек жүрмей ме сонда? Тек өзіміздің қазақ қана жүре ме сонда бұл заң? Енді бауырының өлімі бір емес, екі бірдей бауыры 2 ай ішінде қайтыс болды.
ағасының үйі өртеніп жатқаннан кейін теңсіздікке шыдамай біраз сөз айтқан айтқан шығар енді. Оған бала енді елден шығарып жіберу қай саясатқа, қай заңға, қай ақылға сияды. Жаза кетіңіздерші. Ой бөлісейік, жарай ма? Біз полиция қызметкерлерімен, не только полиция, мемлекеттік қызметкерлерімен халықтың арасын тек қана мына жолмен түзей аламыз. Бүйтіп тереңе үңіліп қарасаң, кез келген мемлекетке жұмыс істейтін адам мемлекеттік қызметкер, аты өзі айтып тұр. Ол халықтан шыққан адамдар, арамыздан өзіміздің. Ол неге ондай болады? Неге халықты қорлауға бейім болады? Неге халықтың мұңын тыңдай алмайды деген сауалға былай жауап беру керек. Бұның бәрі тәрбие мен білімнен байланысты. Білімі жетпеген жерде адам уже физикалық күш қолдана бастайды. Тәрбиесі жетпеген жерде адам өз лауазымдық міндетін асыра сілтене пайдалана бастайды. Себебі білімі де, тәрбиесі де ол адамға жауап беруге ешқандай да мүмкіндік бермейді. Сондықтан арамызда ұрпағымызды мемлекеттік қызметкер болғысы келіп жүрген жандар болатын болса, соларға айтарым, кез келген бастық, егер де бастысыз шаш ал десе бас алмай, өзіңіздің де пікіріңіз болып, өзіңізде анализ жасай біліп, басеке, мынау былай, мен ондай істей алмаймын, ондай істеуге болмайды деп бастығыңызға айтатын болсаңыз, бастығыңыз басында ұрысып, кішкене жаңағыдай наразы болуы мүмкін, бірақ түбінде ол бастығыңыз сіздің, мына баланың, мына жігіттің, мына адамның адамгершілігі бар адам екен ғой, менің қол астында жұмыс істеп жүрген, мен бұған сене аламын деп, даже видите, осылайнан ақ сіз карьераңызды өсіре аласыз. Анау шаш ал десе бас алатын, өз міндетін асыра сілтене пайдаланатындардың бәрі бұл өмірде ақмақтар және білімі таяз, тәрбие көрмегендер. Міне біз ұрпағымызға тәрбиені бере алсақ, білім бере алсақ, ертең 10-20 жылда ойбай, анау полиция қызметкерлері мынандай, анау мемлекеттік қызметкерлері сондай демесе де ешкім. Сондықтан халық болып бөлініп, жоқ полиция болып бөлініп, әскерилер болып бөлінудің қажеті жоқ бұл жерде. Бәріміз бір қазандамыз. Сондықтан бұл проблеманы халық қана шеше алады. Не себепті? Өйткені болашақ ол мемлекеттік қызметкерлер осы халықтың өзіміздің арамыздан шығып жатыр. Сондықтан ағайын, бөлінбейік олайынан. Барынша жақсылығымызды бізде қолымыздан келгенше жақсы сөздерімізді айтуға тырысақ, олар да бізге жақсы жағынан сосын қарым-қатынас көрсетеді. Аман болайық бәріміз, ұрыспайық, таласпайық.